Екінші часть енді кідірмеймін. Екінші частьты айтқым келіп тұрған жоқ. Позор болам. Кет еще ана бала қарайды. Біртүрлі ғой. Танымайсың ол баланы. Ол бала қарайды. Позор болып тұрамын ба соған. Мені класстасым болды. Боқтай бермейін. Спитаналға жағып алдым. Енді кезек пудра. Енді кім арайлайды? Мен табиғи сұлумын ғой, боянбаймын негізі. Тек қана үйде боянып далаға шықпаймын мен. Тек қана бетімді жуып шығамын, тек қана. Сендерге совет айтайын ба? Короче, сіздер айтасыздар ғой, бетім бірден тоналка жағып жіберіп, бетім біртүрлі болып қалды, мынау тоналка аппақ болып кетті деп ше. Дәл соны шешім таптым мен. Короче, тоналканы жағасыздар. Жағып болған соң, дәл осындай пудра, любой пудра бола береді. Пудра болу керек, мынандай дәу палчикамен деп жағып шығасыздар. Сонда мына беттің түсімен мойның түсі тура келетін болады. Вот именно менікі дәл өстіп келіп тұр. Енді көз. Мынаны таңдайтын болдым. Сыз жасайын. Мен ертеңнен бастап блог бастаймын деп шештім. Достар, сендер блог деген неге білмейтін шығарсыздар. Айтып өтейін ба? Короче, блог деген ол тиктокта болады екен. Блог деген мысалға тикток түсіріп ақша табу деген сөзді. Мені қолдап кетіңіздер, достар. Әдем болдым ба? Негізі короче, мынандай түс, көзге жағатын түс таңдай алмаймын ше. Сондықтан әпшеме таңдатам тек қана. Мен сіздерге бір совет айтуым, короче, стрелканы сызамайын деп уайымдамай қойыңыздар. Мен оны шешім таптым. Не? Міне осындай мынандай түп-түзу нәрсе болу керек. Соған пудраны бүйтіп, вот пудраға бүйтіп не істейсіздер, дәл өстіп қойып қоясыздар. Үстіп істейсіздер, былай стрелканың орнына істейсіздер. Міне, дәл өстіп стрелканың орнына. Дәл соның үстінен былай сіз шығасыздар. Сонымен проблема шешілді. Енді екінші көзім істеймін. Достар, екінші көзім үшінші частьта сияқты ғой. Өйткені бітіп жатыр. Всем пока!